Ең кішкентай қасқырлар таяу шығыста мекен етеді. Олардың салмағы бар жоғы 30 килограмм. Ал ең ауыр және ірі қасқырлар Канада, Аляска және Ресей аумағында көптеп кездеседі. Олардың салмағы 80 килограммнан асады. Қасқыр дала тағысы. Киелі саналатын көкбөрі тұқымына қатысты тағы бір дерек. Ол оның отбасына беріктігі. Қасқыр бір ғана отбасына және ол бөлтірік тәрбиесін толықтай өз мойнына алған хайуан. Ауыздандыру, бөлтірігін көкжалға айналдыру, бәрі осы ата қасқырдың құзырындағы міндет. Өзге аңдарда жоқ осы қасиеттер киелі жаратылыс иесін әркез даралап тұрады. Қасқырды алғаш Қызыл кітапқа енгізген Германия мемлекеті. Бұл шешім 1934 жылы Фридрих Ницше мен Освальд Шпенглердің ықпалымен қабылданған. Қызыл кітапқа енген жануарлардың ең алғашқысы осы қасқырлар болып табылады. Қасқырлардың ішіндегі көк аспан түстес келетіндер мен ақ қасқырлар аса киелі хайуан болып есептеледі. Олардың адамдарға көрінуі де сирек. Мұндай көк бөрілермен кезіккен адамда тегін адам емес, киелі қасиеттерге ие кісі болып саналады. Қасқырдың көзі өте өткір болады. Түнде шамсыз да қып-қызыл болып жанады. Қасқыр дыбысты 10 шақырымнан естиді, иісті түгел ажырата алады. Өмірде қасқырдай айлакер, ұйымшыл, ақылды жыртқыш жоқ. Достар, тағы менің қосарым, қазақ киносында Көксерек атты киноны көруді ұсынамын. Өте тамаша фильм. Каналым ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып және жақсы пікірмен бөлісуді сұраймын.